Қайырлы күн, менің тұрақты көрермендерім. Бүгін біз етсіз котлет дайындайтын боламыз. Етсіз де котлет дайындауға болады екен-ау деп таңғалып отырсаңыздар, арнамнан алыстамай видеоны толық көрулеріңізге кеңес беремін. Ең алдымен бізге 4-5 картоп және 1 стакан қара құмық қажет болады. Алдын ала тазартып, жуып алынған картопымызды бірнеше бөліктерге бөліп, үстіне 1 қасық тұз және су құйып, баяу отта картоптарымызды пісіріп алатын боламыз. Қара құмықты да дәл солай 1 стакан қара құмыққа 2 стакан су құйып пісіріп алған болатынмын. Енді міне картопымызды суытып, картоптарымызды осылай езіп аламыз. Енді міне гречкамызды де үстіне салып араластырамыз. Бұрын соңды жасап көрмесеңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болады. Енді 1 қасық тұз, жарты қасық бұрыш және 1 қасық паприка және 1 жұмыртқа қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Енді міне дөңгелектеп котлеттерімізді осылай жасаймыз да ұнға аунатамыз. Дәл осылай реттілікпенен барлық котлеттерімізді осылай жасап шығатын боламыз. Енді міне осы котлеттерімізді қызып тұрған табадағы майға 2 жағы қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады, көріп тұрғандарыңыздай. Айтпақшы достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің котлеттер дайын болды. Өзі көлемді, әрі тойымды, өте дәмді ең бастысы. Сіздерге де жасауға кеңес беремін.